Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім. Бүгін мен бір жасағаннан шығатын панкейк жасайтын боламын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бүгін айраннан жасайтын боламын. Панкейктің құрамына керекті ингредиенттер: айран, ұн, сода, ас содасы, тұз, бір жұмыртқа, шит май. Жылы айран аламын. Менде қолдың айраны, қою қолдың айраны. Кішкене жылытып алдым. Бірінші айранды құям. Одан кейін бір шымшым тұз, 2 ас қасық құмшекер және 1 жұмыртқа қосып араластырамын. Жақсылап араластырамын. Бәрі бір келкі араласқанша. Құмшекері жақсы араласу үшін миксермен араластырып жатырмын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызды қолмен, қасықпен араластырсаңыздар да болады. Қанты еріген. Енді қанты еріген соң 120 грамм ұнды қосамын. Ұнның бәрін қосып жібермеңіздер, жаймен қосыңыздар. Өйткені ұнның әртүрлі болады құрамы. Ұнның үстіне жарты шай қасық ас содасын салдым. Енді бірінші қасықпен жаймен араластырамын. Өйткені миксермен бірден араластырсаңыз, оныңыз жан-жаққа шашырайтын болады. Сол себепті бірінші қасықпен араластырып алам. Енді 2 ас қасық шит май құйдым. Бұны да жақсылап араластырып аламын. Менде мына жерде қою айран болғандықтан қолдың кішкене қою болып кетті қамырым. Сол себептен кішкене айран қостым. Енді миксермен жақсылап тағы да араластырамын. Оны жақсы араласу үшін әбден миксермен араластырамын. Барлық ингредиенттері бір қалыпта араласу керек. Оны бірігіп қалмау керек. Жақсылап араластырамын. Егерде айрандарыңыз қолдікі болатын болса, онды аз-аздан байқап салыңыздар. Мен бірден салып жіберіп едім, менікі қою болып кетті. Айран қостым. Кішкене шамалы айран қосып жібересіздер. Енді осындай қалыпта болу керек. Осындай сұйықтықта. Қатты сұйық емес. Бәрін араластырып болған соң қамырымызды 15-20 минутқа қойып қоямыз.
тындырып, барлық ингредиенттер бір-бірімен. Енді сковородкамды қыздырамын. Қатты қыздырып жібермеу керек. Шамалы жақсы қызу керек. Кішкене чугун, менің сковородкам. Кішкене түбіне май жағып жібердім. Сковородкамыз жақсы қызған соң, астын орташа басып қоямын. Жарты ожау, менде жарты ожау құйып, осындай домалақ қылып алдым. Осындай көпіршіктер шығады. Шамалы күткен соң, асты сәл қызарып, осындай көпіршіктер шыққан кезде екінші бетіне аударамын. Отын қатты қып көтермеңіздер, өйткені асты күйіп кетеді. Орташа болу керек. Сковородканы қыздырып алған соң, орташаға басып қоясыз. Біреуін пісіріп алдым. Енді осы қалғандарын ары қарай осы тәсіл бойынша пісіре бересіздер. Мен міне барлық панкейктерді пісіріп алдым. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Арасында балалар да жеп үлгерді. Жасап көріңіздер балаларыңызға. Өте дәмді болады, жұмсақ. Үлкен қария кісілерге де тістеріне өте жұмсақ. Үлкен қария кісілер бар, кісілерге де ұнайды деп ойлаймын. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Көлемін өз қалауларыңыз бойынша жасауларыңызға болады. Мен осы көлемде жасадым. Бұдан да үлкен қып жасайым десеңіздер де өз еріктеріңізде. Өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Бір жасағаннан шығады, өкінбейсіздер. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да видеолар болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.